Yo, WhatsApp, сендермен атын білмеймін каналы және де атын білмеймін Майнкрафттың 4-ші бөлімі. Короче, біз бүгін міне осындай бір фирма салдық. Фирма дегенде ішінде андай жануарлар, қойлар, короче. Ну, малдар. Короче, мал ғой, малдар міне. Мына жақта қойлар, мына жер осындай ашық болады. Осындай фирма. Міне осылай бір этажды, бірақ бұның есігін осылай сала салдым. Басқа жерден салу керек болатын, бірақ маған осылай ыңғайлы болды, сол үшін сала салдым. Міне мына жерде бір ат байлау тұрады. Бұл менің өз атым, осыны мен мінетін. Ал қараңыздаршы, мынандай үйдің және ар жақта мектептің қасында осындай ферма тұрады. Бізге бәрібір ғой, Майнкрафт қой. Если даусым бір түрлі болса, ренжімеңдер, мен далада түсіріппін, ол даланың бір нормальный жерінде. Ну, короче, крышасы жабық бір жерде ғой. Сырт жақта түсіріп тұрмын. Еще бізде жаңбыр жауып тұр қазір далада. Ақырындап, міне мұнда тоже аттар байлау тұрады. Бұны өзім мінем, ну, жай ғой, просто байлаулы. А мұнда міне жылқылар, мұнда бос жүретін жылқылар, бос жүреді. Еще мұнда қойлар, және анау жақта бір қой жүр екен. Міне осындай қойлар, қойлар, еще міне жылқылар, аттар. Потом былай шығамыз да, крышасына мінеміз, ол 2-ші этаж. Бізде төбесі осындай лампынан істелінген. Міне мұнда кіреміз. Бұнда түкте жоқ. Ну, короче, неме қойсақ болады, бірдеңе қойық. Қазір тауып алайын. Неме қойсақ болады бұнда? Такс, ол міне. Міне курица, давай курица қойық. Лошадьтың орнына. Курица, міне. Курицалар. Курица. Тауық қой. Тауыққа ұқсамай ма, бірақ ақырын қатты ұқсамайды, бәрі аппақ. Еще түрлерде бір түрлі, енді Майнкрафт қой. Майнкрафт. Ну, осы жетеді. Короче, арғай кетіңдер, канал ашық кетеді. Мне болды и потом. И потом көп айтам. Потому что и потом. Мне мына жер. Тоңып кетті мен даладан. Мұнда неме қойсақ болады, көреміз. Мұнда сиыр. Сиыр қоямыз. Ал ан жақта тағы бос бөлме бар. Свинья, овцу бізде бар. Такс, белый медведь бізде бар. Мынау красный корова. Короче, неме қойсақ болады. Ну, осы бір сиырды қойып алайық осында. Міне біздің сиырлар. Корова. Сиыр. Ну, по-моему, жетеді осы. Ну, көп керек емес, ату мөнір қуып атыр. Все жетеді. Кете өлтіріп тастадым. Мына жақта тоже түкте жоқ. Бұған осылай азғандай сиыр қойсам да шығып кетеміз. Міне аналарды көрсеттім. Мына жердегі есташамыз. Міне мұнда белый медведьтер, ағаю, андай Антарктида сондай өмір сүретін. Міне үлкен ағараш, үлкен осындай ағаю, короче. Если міне дұрыстап көріп алыңдар, міне осындай ағаю. Міне шығып кетеміз. Міне мына жаққа барсақ, бұл жақта міне аттар тұрады, жылқылар. Міне бұлар бір-бір мындай осындай кішкентай неде қоршаулы тұрады. Осылай міне аттар. Мен тоңып кеттім даладан. Дала суық, жаңбыр жауып тұр. Тоңып кеттім. Короче, осы біздің фирмамыз. Фирма оны білмеймін. Негізі қазір бар ғой. Мына жақ қандай бір қазір көрсетем. Фирманың ішінде бізде ағаю бәрі бар ғой.
фирма бәрібір ғой бізге. Міне ламу деген ламу. Қазір нас ой фуй кірсеш бұл жағамыз есте ипатон алып өлтіріп тастайық. Қазір бұл жерге не осындайларды қоятын болыпсыздан қараңыздар. Мен бұны ана жол ғана көрдім. Өте білмеймін, ұқпадым. Неше бұнда андай нелерді қойып нетіп қойға болады. Қазір көрсем не осындай кішкентайы неше болды? 4-5 бесеу. Пока что бесеу жетек. И потом қазір мен бір не тауып алайын. О, не қалай жет андай қазір міне осындай красный ковер. Так, осындайларды алайық. Қазір осыны көрсететін болам. Не үшін екен несес дегенді басамыз. Мынаны типа ат үйреткендей ғой. Ол міне яғни жаңағыдай жүректің суреті шығады. И потом мынаны басамыз. И мынаны қойсақ міне осындай болып. Үстілері осындай болады, короче. Мен даладан бірақ шығып кеттім ғой. Жаңа мен крышасына тұрдым солай. Короче, осы бүгінгі видео осымен аяқталады. Видеоны лайк басамыз, каналға тіркелеміз. Обязательно каналға тіркеліп лайк басыңдар, подписаться деген. Осымен, давайте.